Прометей Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өлкөсін дамытып, оның әлеуетін жақсартып отыр. Шаруа қожалығы 1997 жылы Есіл ауданының Заградовка ауылында құрылды. Кәсіпорынды оның бірінші басшысы Шоль Иван Карлович құрған. Ал қазір бұл істі ұлы Юрий Шоль жалғастыруда. Серіктестік 27 жылдан астам уақыт бойы ел экономикасының дамуына елеулі үлесін қосып келеді. Шаруашылықтағы егіс алқабы 5000 гектарды алып жатыр. Бүгінде кәсіпорын дәнді бұршақты, майлы дақылдар өндірумен айналысады. 2019 жылы серіктестік сұйық минералды тыңайтқыштар шығаратын зауытты іске қосты. Прометей Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі облыстың ауыл шаруашылығы саласының дамуына зор үлес қосып келеді. Серіктестік жыл сайын өнімнің көлемін ғана емес, сапасын да арттыруда. Айта кетерлігі, биыл шаруа қожалығы гектарына 35 центтер өнім жинап, жаңа рекорд орнатты. Биыл Прометей Агро өнімділігі тәулігіне 300 тоннаға жуық болатын жоғары қуатты жаңа астық кептіргіш сатып алды. Оның арқасында егін жинау процесі жеделдетіліп, өнімді тазалау жеңілдейді. Мұнымен қоса минералды тыңайтқыштарды енгізуге көп көңіл бөлінеді. Егін жинау науқанын сәтті аяқтау үшін техниканы жаңартып қана қоймай, іске жауапкершілікпен қарау маңызды, дейді бас агроном. В этом году у нас биылғы жылы майлы дақылдар, үйеңкі, рапс және бұршақ дақылдары, атап айтқанда жасымық ектік. Ал дәнді дақылдарға біз ауданның шамамен 40%-ын қалдырдық. Бұл ең алдымен өнімнің бағасына байланысты болды. Яғни майлы және дәнді дақылдар 2-2,5 есе қымбат. Осының арқасында өндірістің өнімділігі де артады. Жаңа астық кептіргіш сәл дымқыл астықты немесе ауа райы жағдайлары құрғақ астықты алып тастауға мүмкіндік бермесе, біз дымқыл астықты тазалап, кептіргіштен өткізе аламыз. Біз сондай-ақ астықты сақтау үшін жұмыста полиэтилен жеңдерін қолданамыз. Жыл сайын дамуға тырысамыз, бір орында тұрмаймыз. Соңғы 3 жылда бізде сыйымдылығы үлкен 3 жаңа қойма салынды. Олардың әрқайсының сыйымдылығы 1,5 мың тоннадан асады. Өнімділікті арттыру үшін әрине жаңа технологияларды енгізу, ең алдымен минералды тыңайтқыштарды енгізу өте маңызды. Біз қолдану дозасын жыл сайын көбейтуді қолданамыз. Егер бәрін жауапкершілікпен жасасаң, оның бәрі түпкілікті нәтижеге, яғни дақылдардың өнімділігін айтарлықтай арттыруға әсер етеді. Прометей Агро импорттық техникамен жұмыс жасайды. Кәсіпорын арнайы әдістерді қолданып, жоғары нәтижеге қол жеткізуге тырысып жүреді. Мұндағы техникалық паркте үнемі жаңартылып отырады. Фермерлік шаруашылықтың бас агрономы жаңа заманауи жоғары өнімді техника тұрақты негізде сатып алынатынын айтты. Пользуется также современная техника в Сондай-ақ егістіктен бастап бүкіл өндірістік циклде заманауи технология қолданылады. Яғни жаңа егіс кешендері, дән себудің жаңа пневматикалық сепкіштері, шетелдік бүріккіштер бар. Өнімділігі жоғары. John Deere комбайнның 2 данасы бар. Шаруашылықта 3 жаңа егіс кешені бар. 7 жоғары өнімді комбайн, көптеген қарапайым тракторлар, әртүрлі мақсаттағы шамамен 15 бірлік, орақтан өзігінен жүретін комбайнға дейін бар. Магдон техникасын да сатып алдық. Серіктестік өнімді қайта өңдеумен, мұнымен бірге асыл тұқымды мал шаруашылығымен де айналысады. Ауылда шағын наубайхана да салынған. Қысқаша айтқанда, кәсіпкерлік ауылдағы ағайынға қолайлы жағдайдың барлығын жасап отыр. Заградовка ауылында әлеуметтік маңызы бар нысандар, мәдени орталықтар мен спорттық демалыс орындары бой көтерген. Юрий Шоль ауылдастарына Прометей спорт үйін ашып берген. Жазда мұнда футбол, волейбол, теннис, баскетбол сынды ойындарды ойнауға болады. Ал қыстыгүні хоккей корты құрылады. 46 жастағы Валерий механизатор болып қызмет атқарады. Өмір бойы Заградовка ауылында тұрып келе жатқан ер адам барлық жағдай жасалып жатқанын айтады. Работаю 24 года уже здесь. Онда 24 жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмын. Әскерден келіп бірден жұмысқа механизатор болып орналастым. Жұмыс шарты жақсы, жалақымыз ұнайды. 3 техникада жұмыс істеймін. Беларустық John Deere, егіс кешені, класс комбайны. Егер егістікте John Deereде себуде жұмыс болмаса, маған бүріккіштерді береді. Бәрі көңілімнен шығады. Директор бәріне көмектеседі. Ештеңеден бас тартпайды. Балаларға хоккей кортында салып берді. Қазір мұз айдынына су құюмен айналысып жатырмыз. Агроөнеркәсіп кешенінде көш бастап тұрған серіктестік қызметкерлері үшін жайлы тұрғын үйлерде салады. 35 жастағы Михаил Степанюк Заградовкаға 6 жыл бұрын көшіп келген. Аздап жұмыс істеген соң жанұямды да аталмыш елді мекенге алып келдім дейді. Бұдан соң шаруа қожалығы механизаторды жеке үймен қамтамасыз етті. Чуть-чуть поработал, все понравилось, вот выделили дом. Жұмыс істедім, бәрі ұнады. Түпкілікті көшіп келуге шешім қабылдадым. Серіктестік үй берді. Үйіміз жылы, орталық жылыту жүйесі бар. Отбасыма да бәрі ұнайды. Өзім механизатор болып жұмыс істеймін. Жаңа техника берді. Сонымен жұмыс жасаймын. Шағымдар жоқ. Бәрі жақсы. Бәрі салынып жатыр. Мәдениет орталығы, ойын алаңдары, хоккей корты бар. Асфальт төселді. Менің кішкентай балам 2 жаста, ауылда балабақша да бар.
Прометей Агро жергілікті халықты жұмыспен қамтып, туған өлкенің инфрақұрылымын жақсартып, әлеуметтік нысандарды салып келеді. Шаруашылық көптеген жылдар бойы ауылдың әлеуметтік саласына да ерекше назар аударуда. Жұмысшыларына салған тұрғын үйлерде жағдай жасалған, орталық жылуға қосылған, сумен жабдықтау да бар. Тіпті ішкі әрлеуді де серіктестік өзі жасап береді. Да, когда работник к нам приходит, мы заинтересованы, чтобы он... Басқа жақтан қызметкер бізге келгенде, біз оны үймен қамтамасыз етуге тырысамыз. Егер адамның тырысып жұмыс істеп жатқанын көрсек, бар жағдайын жасауға тырысамыз. Бұл да ауылда қалуға бір мотивация болады. Кейіннен жанұясында көшіп жатады. Үйлердің жартысы орталық жылытуға қосылған. Сумен жабдықтау жүйесі бар. Ішкі әрлеу толығымен бар. Бұдан бөлек ауладағы қосымша ғимараттар да бар. Сондықтан бізге тұрақты негізде жұмыс істеуге келген жұмысшылар барлық қажетті нәрсемен қамтылады. Егер қызметкер өзін жақсы көрсетсе, ол жақсы жағдайда өмір сүру керек деп санаймыз. Прометей Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз жұмысшылары үшін жыл сайын 2 үй салуда. Қызметкерлерге барлығын қосқанда 16 тұрғын үй салынған. Аграрлы аймақтың дамуына үлесін қосып келе жатқан серіктестік мұнымен тоқтамайды. Алдағы уақытта да сырттан келген жұмысшыларды баспанамен қамтуды жоспарлап отыр. Дана Асылхан қызы, Қазбек Арықбаев, Первый Северный телеарнасы.